астарының бірі бауырсақ. Осы бауырсақтың жасалу жолын қазір қызым Рабия екеуміз көрсететін боламыз, иә? Біз алдымен қамырды аштық, тындырып қойдық. Осы тынған ашылған қамырдан қазір бөліктерге бөліп, кесіп, Рабия екеуміз бауырсақ жасаймыз, иә? Рабия, бауырсақ жасаймыз ба? Алдымен қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз, жаю үшін, ыңғайлы болу үшін. Қазір бір бөлігін кішкене үстіне ұн себеміз, иә? Рабия, кел ұн себеміз. Үстіне ұн себеміз. Рабия, үстіне ұн себеміз. Кел, бүйтіп ұн себеміз, иә? Ұн сеуіп, бастырып, қазір қамыр жаямыз, иә? Рабия, иә? Кел, сен өзіңнің кішкентай оқтауыңды ал, мен өзімнің оқтауымды алып, екеуміз қамыр. Ал Рабия, енді екеуміз қамыр жаямыз, иә? Анаңа қарап, қамырды осылай жая береміз. Ой, молодец. Енді қамырларды жайып болғасын, осылай дөңгелекте бөліктерге бөлеміз. Ой, молодец. Әдемі дөңгелек бауырсақтар болады пісірген кезде. Молодец, Рабия. Енді төртіншілеп кесеміз, иә, Рабия? Мамамен бірге ұста, өйткені пышақ өткір болады, қолыңды кесіп аласың. Мамасы екеуі өстіп, кеседі төртіншілеп. Ой, молодец. Енді бұлай алып, бөліктерге бөлеміз қазір, иә? Бұлай қойып алайық. Енді бұлай бөліктерге бөлеміз. Ой, молодец. Кел, ұстаймыз, кел. Ой, молодец. Төртіншілеп бөліктерге бөліп шығамыз. Осы шебер ана байқауына қатысқан себебіміз Рабия екеуміздің ұлттық дәстүрлерімізді нақыштап, балалардың бойына осы кішкентай кезінен бастап сіңіріп, қыз баласы деген болашақ ана, ошақ иесі болғандықтан, қыз баланың бойына осы кішкентай кезінен бастап сіңіре беру керек деп ойлаймын. Біздің бүгінгі Рабия екеуміздің жасаған тамағымыз бауырсақ, иә? Бауырсақ деген бұл өзі тоқшылықтың символы. Бауырсақты біз отбасымызда күнделікті жасаймыз, қонақтар келген кезде және жұма күндері бауырсақ жасап, үйден иіс шығарып, құран оқып жүреміз. Осының бәрін қыз балдары кішкентай кезінен біліп өскені өздеріне ертең жақсы сабақ болады, жақсы тәжірибе болады деп ойлаймын.